Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге орех қосылған жасалу жолы өте ерекше, дәмі де тіл үйірерлік булочки жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға сүтіміз салқын болмау керек, бөлме температурасында болу қажет. Содан соң қантымызды, дрожжды және де сұйық май, 2 жұмыртқамызды, содан соң қалауыңызша кішкене ванилин қосып жақсылап араластырамыз. Барлық ингредиенттерді видеоның астында жазып қалдыратын боламын. Мөлшерімен міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі біз електен өткізілген ұнымызды кезекпен салып, алдымен осылай вилкамызбен немесе венчикпен араластыра отырып, кезекпен салып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды жұмсақ етіп илеп алғаннан соң үстінен еріп тұрған сары майымызды құйып, тағы да бір жақсылап қамырымызды илейміз. Булочканың қамырын илеген кезде осылайдан үстіне сары майды ертіп салып илейтін болсаңыздар, қамырыңыз ерекше жұмсақ әрі воздушный болып шығады. Қамырымызды илеп алғаннан соң бетін жауып, көтерілгенге дейін жылы жерге қойып қоямыз. Әзірге біз салмасын дайындайтын боламыз. Орехімізді майдалап турап, үстінен қант және де жұмыртқаның ақуызын салып, жақсылап араластырып, осылайынан дайындап қоямыз. Мінекей қыздар, біздің қамырымыз осылайынан көтеріліп, жұмсақ әрі воздушный болып шығады. Қамырымызды столымызға қойып алып, ешқандай бөлікке бөлмей, осылайынан жайып шығатын боламыз. Қамырымызды қатты жұқа етіп жаймаймыз. Осы видеода анық көрсетілген, осылайынан жайып шығасыздар. Содан соң жаңағы дайындап алған салмамызды барлық жеріне біркелкі етіп жайып шығамыз. Содан соң қамырымыздың екі шетін осы видеода көрсетілгендей етіп бір-біріне біріктіріп шығамыз. Дайын болған қамырымызды осылайынан кесіп аламыз. Қатты жұқа етпей, қалыңдау етіп, үлкенірек жасасаңыздар болады. Мен бастапқы жағын осылайынан кішірек етіп жасадым. Қамырымызды кесіп алып, осылайынан айналдырып, бір-біріне біріктіріп, формамызға қоятын боламыз. Қыздар, менің видеоларым ұнап жатса, видеома лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп отыруды ұмытпаңыз. Осылай кішкене қалыңырақ етіп кессеңіздер де, булочкаларыңыз үлкенірек болып шығады. Неке қыздар, барлық булочкаларымызды жасап алдық. Содан соң бетіне жұмыртқаның сарыуызын алып жағып шығамыз. Осы булочкаларымызды салып алғаннан соң бетін жауып кішкене 15 минут тағы да көтерілдіртіп алсақ та болады. Егер де уақытыңыз болса, немесе мен сияқты осылай сразу пісіріп алсаңыздар да болады. Дайын болған булочкаларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Неке қыздар, біздің қып-қызыл булочкаларымыз дайын болды. Жұмсақ әрі дәмі өте ерекше дәмді болып шығады. Булочкамызға орех қосылғандықтан бетіне жұқарақ етіп мед жағып шығамыз. Өте ерекше дәм береді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны аса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп қойыңыз. Баршаңызға рахмет.